Баршаңызға сәлем. Бүгін біз оңай әрі жылдам дайындалатын фунчоза салатын әзірлейміз. Ол үшін бізге қызанақ, қияр, сәбіз, укроп және приправа қажет болады. Ең алдымен фунчозаны алып, қайнаған сумен бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте етімізді алып, соломкаға қылып тураймыз да сковородкада қуырамыз. Одан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Сәбізімізді алып, теркада өткізіп аламыз. Келесі кезекте қиярымызды алып, соломка қылып, әдемілеп турап аламыз. Ал келесі бізде қызанақ, оны да алып, кубик-кубик қылып әдемілеп турап аламыз. Келесі укропты майдалап турап аламыз. Ыдысымызға фунчозамызды саламыз. Оның үстінен қызанақты, қиярды және де келесі кезекте сәбізімізді саламыз. Келесі қуырып дайындап алған етімізді саламыз. Арнайы фунчозаға арналған чим-чим приправасын қосамыз. Осымен барлығын жақсылап араластырамыз. Ал біздің өте керемет фунчозамыз тез дайын болды.